Бізде 3 санат бар қажекелер, дұғасы қабыл етілмейтін. Олар дұға қылады, ол Қағбаның жанында қыла ма, ол пайғамбар мешітінде қыла ма, олар дұға қыла береді дейді. Бірақ олардың үшеуінің дұғасы қабыл етілмейді дейді. Ла тустажабу, шықпайды дейді, көтерілмейді дейді. Қандай? Ең біріншісі акилул харам, харамнан ішіп жейтін адамды айтады. Жегені арам, ішкені арам деп келді хадисте, иә? Кигені харам, тапқаны харам, жүргені харам, оның қаяқтан дұғасы қабыл болады дейді. Біріншісі қабыл етілмейді. Екіншісі миксарул ғиба дейді, қазір біздің екінші сабағымыз. Бұл тілі ғайбаттан, өсектен тоқтамайтын адамдар. Олардың дұғасы қабыл етілмейді. Үшіншісі бұл мән кәна фи қалбихи ғиллун ау хасадун лил муслим. Мұсылман бауырларына өшпенділік немесе көралмаушылық қылатын адамның дұғасы өзінің төбесінен бұлай көтерілмейді. Пожалуйста. Демек, жүректің тазалығы кешеден бері айтып жатқанымыз өте маңызды екен қажекелер.